Демократиялық күштердің Қазақстан 2050 жалпыұлттық коалициясы халыққа арналған үндеуін жария етті. Осылайша елдегі ірі саяси ұйымдардың өкілдері елордаға тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін беруге, қазақстандықтарды қолдау көрсетуге шақырды. Атап өтейік, жалпыұлттық коалиция 6,5 миллион қазақстандықтың мүддесін біріктіреді. Кезекті отырыстарында саяси партиялардың жетекшілері мен мүшелері кең отырып кеңесті. Тарихи тақырып төңірегінде түрлі пікірлерін білдірді. Жалпы Қазақстан халқы үшін елбасының есімі қашанда мемлекеттілік, егемендік және тәуелсіздік сияқты аса маңызды құндылықтармен бір қатарда тұрады. Қазірдің өзінде еліміздің тұңғыш президентінің есімі тәуелсіз мемлекетіміздің негізін қалаушы, барлық реформалардың авторы, әлемдік деңгейдегі саясаткер ретінде тарихымызға алтын әріптермен жазылатыны сөзсіз.